Қайырлы күн оқырмандарым, арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте нәзік креміне йогурт қосылған ауызда еритін пирогтың рецептісімен бөлісемін. Ол үшін видеоны соңына дейін қараңыз. Ең алдымен қамырын дайындап аламыз. Ол үшін ыдысымызға 2 жұмыртқаның сарысын және де қантымызды қосып, венчикпен қантымыз ерігенше араластырып аламыз. Содан соң үстіне ерітілген сармайымызды құйып, тағы да араластырып аламыз. Және де ұнымызға қопсытқышымызды салып, араластырып, жаңағы массаның үстіне құйып, алдымен араластырып, содан соң жіп-жұмсақ қамыр илеп аламыз. Қамырымызды илеп дайындап алған соң, алдымен қалыбымызды майлап аламыз. Содан соң қамырымызды оқтаудың көмегімен жайып, қалыпқа орналастырып аламыз. Міне біз қамырымызды дайындап алдық. Келесі кезекте креміне 2 жұмыртқаның ақ уызын салып, үстіне шым-шым тұзымызды сеуіп, көпіргенше миксерлеп аламыз. Міне ақ уызымызды көпіртіп миксерлеп алдық. Содан соң қантымызды қоса отырып, әппақ болып көпіргенше тағы да миксерлеп аламыз. Міне ыдысты төңкергенде түспейтіндей осындай шығу керек. Содан соң келесі кезекте үстіне йогуртымызды қосып, жақсылап біркелкі етіп араластырып аламыз. Және де осы креміміздің үстіне ұнымызды електен өткізе отырып, араластырып аламыз. Міне креміміз де дайын болып қалды. Содан соң жаңағы дайындап алған қамырымыздың үстіне шанышқын ізін қалдырып шығамыз. Және де дайындап алған салмамызды салып аламыз. Және де мен қамырымның кішкене бөлігін алдын ала алып қалдым. Соны үстіне үткіштен өткізіп шығатын боламын. Міне бәрі де дайын болып қалды. Қызып тұрған пеште 180 градуста 30-35 минут пісіріп алатын боламыз.